Меруерт ханым, осы жаңа ғана тамақтанып отырған уақытта мен WhatsApp-ыңызға хабарлама келіп жатыр ғой. Лаура деген психолог. Лаура дейтін психолог қызбын. Есіңіздемін ба? Сізге 2 көйлек сыйлайын деп едім деп. Сол енді Аллаға мың шүкір ғой, енді қандай күшті. Мұқағали атамыздың өзі айтқан дейді ғой, халқым өзі киіндіреді деп, бірақ ешкім шешіндірмесін. Иә, киіндіре берсін. Көйлегіңіз көп болсын, өміріңіз, көңіліңіз тоқ болсын. Енді жаңаға көйлектерді, көйлек демекшісіз, енді көйлектің түр-түрі бар ғой. Сол көйлектің түр-түрін киіп те үлгересіз, бірақ енді оның ішінде басқа жандарға сыйлап та үлгересіз ғой. Соны енді сіңіліңіз, 2 түйір сіңіліңіз бар, білемін, туған сіңіліңіз. Қалған көйлектерді кімге таратасыз деген дейді қойшы. Соны айтам енді, Әлия, сендер осы форманы ұстай тұрыңдар. Әпкенің размері 46-48, бәріне таратам. Өйткені көйлектердің барлығы брендовый, сондықтан бәріне таратам. Өйткені ағаң да ұрсып жатыр. Қос шкаф болды, жұмыс тола киім болды. Машинаны білесің, багаж толы туфли, ішінің бәрі киім, адам отыра алмайды. Сондықтан да Аллаға мың айты шүкір. Мың шүкір, иә. Халқым киіндіріп жатыр. Шешіндірмесін бірақ. Шешіндірмейді.